Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге шоколадты капкейкидің рецептісін ұсынамын. Бізге керекті заттар: ұн, какао, қопсытқыш, шекер, сұйық май, сүт, жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары май және 6% сірке су. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, үстіне шекер қосып, жақсылап ағарғанша көпіртіріп аламыз. Массамыз осылай көпіруі қажет, өзінен бірнеше есе ұлғаюы қажет. Біз оған сұйық май, бөлме температурасына сары майды қосып, біріккенше араластырып аламыз. Келесі кезекте біз сүтімізді қосамыз және барлық құрғақ заттарымызды жақсылап тұрып ситадан өткізіп аламыз. Ұнымыз жан жаққа шашырап кетпесі үшін осылай венчиктің көмегімен жай ғана араластырып алып, содан соң барып миксерді қосамыз. Міндетті түрде лопатканың көмегімен ыдысымыздың жан жағында тұрып қалған құрғақ заттарды массамызға түсіріп, одан соң барып тағы бір рет араластырып алуымыз қажет. Ең соңында біз сірке суын қосып, тағы бір рет араластырып шығамыз. Біздің дайын болған массамыз қою болмайды, кішкене сұйықтау болып шығады. Капкейкиге арналған капсулаға бетіне дейін толтырмаймыз, жартысына дейін салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Біздің капкейкелеріміз осылай пісіп шығады, өте ылғалды және өте жұмсақ болады. Ендігі кезекте біз капкейкидің шапкасын жасауымыз қажет. Оған кілегей, творожный сыр және шекер қажет. Творожный сырға шекерімізді салып, екі массаны тек біріккенше араластырамыз, көп араластырудың қажеті жоқ. Келесі біз сливкимізді қосамыз. Сливки міндетті түрде 6 сағат холодильникте тұрған өте салқын сливки болуы қажет. Бірінші миксердің ең жай жылдамдығынан бастап, бірте-бірте жылдамдығын ұлғайтып отырамыз. Біздің дайын болған креміміз өз формасын өте жақсы ұстайтын, сілкігенде, төңкерілгенде түсіп кетпеуі қажет. Насадкасы орнатылған одноразовый мешокқа кремімізді саламыз. Менің насадкам номері 1В деп аталады. Әрі қарай біз сіздермен капкейкидің шапкаларын жасайтын боламыз. Егер видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпа.